Қыран тобының үштіктен дуэтке айналған кезінде біраз ушу болғаны естеріңізде болар. Дегенмен топтың экс-мүшесі Қайсардың жеке дара кетуі жабылған қазан күйінде қалған еді. Бірақ бүгін айтылмаған құпияның бетін ашпақпыз. Жарысына дейін істеп, қаған тастап сырып ол еркектің ісі емес деп ойлаймын да. 2011 жылы Ақылхан өзінің інісіне арманын айтады. Елінің ерке де мақтаулы Нұрмұқасандай дуэт болып, сахнада ән айтып, халықтың қошеметіне бөленсем деген жүрек сырымен бөліседі. Осыдан кейін Бағлан продюсерлікті қолына алып, Жебе тобындағы Қуанышев Қайсарға ұсыныс тастайды. Бірақ Қайсар Салаватпен бірге дуэт құруды жоспарлап жүргендігін айтады. Келісе келе олар Тараздан Алматыға қарай жол тартып, бір аптаның ішінде Қыран тобы болып құрылады. Үштік біраз жұмысты бірге атқарады. Дегенмен уақыт өткен сайын олардың ара қатынасы өзгере бастайды. Ол кісінің өзінің жеке армандары болды, жеке мақсаттары болды. Жаңағы жеке бір ән айту, ол кісінің жеке солист болып шығу, ол кісінің арманы еді. Менің жалпы топ үшеуміз туралы айтып жатырмын мен топтағы әңгімемізді. Үшеуміздің ортада болған, осы топ жайлы болған әңгімелерді құпия қылмай ашып айтып отырмын. Үшеуміз бас бірігіп кәдімгідей бір-бірімізге келіспей, бірінші жай ғана ұрысып бастадық. Жігіттердің бастары бір қазанға не себепті сыймады? Мен осы Қыранға істеген жұмысымды, еңбегімді өзіме де істесем өзімде көтере аламын деген. Болар іс болды, бояуы сіңді десек те екі серіде еш өкініп тұрған жоқ. Дегенмен бұрын үштік болған кездерінде Қайсар топта алға жүріп белсенді болатын. Біз көп ізденбейміз шынында да, ол жасыратын жоқ. Қазір ізденіп жүрген шығармыз, бірақ сол кезде бізге Қыранға көп жұмыс жасаған осы Қайсар бауырым. Әлде сыйлаймын, құрметтеймін оның еңбегінше бағалаймын. Саққұлақ би адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман. Ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы адал өмір сүру. Соның ішіндегі ең тәттісі сыйластық деген екен. Сол себепті қандай жағдай болмасын, бастысы бойымыздағы адамгершілік қасиетті жоғалтпайық. Бүгінге осы Шынар Уларханқызы, Ринат Әлібеков арнайы жаңа күн үшін.